Ескі ауданның тар көшелерінде жел ұлып тұрды. Таңның атуы жақындаған сайын аспандағы жұлдыздар бірінен соң бірі сөніп бара жатты. Дәл сол сәтте Жәбір ағаш есігінің алғаш рет қағылғанын естіді. Бірақ бұл жай ғана есік қағу емес еді. Өте баяу, анық естілген үш соққы. Сосын айналаны қым-қуыт үнсіздік басты. Тіпті түннің өзі тынысын ішіне тартып қалғандай сезілді. Алғашында Жәбір мұны жеңіл ұйқысының арасындағы жай түс шығар деп ойлады. Ол орта жастағы ұста еді. Кішкентай дүкенінде темір соғып, жалғыз өмір сүретін. Әйелі бірнеше жыл бұрын қайтыс болып кеткеннен бері, балшықтан салынған ескі үйдің қабырғаларында тек естеліктер ғана қалған. Бірақ келесі таңда да дәл сол дыбыс қайталанды. Сол баяу ырға. Сол үрейлі тыныштық. Екінші рет оянғанда Жәбір селк етіп орнынан тұрды. Төсенішінде үнсіз отырып тыңдады. Терезеден түскен көмескі ай сәулесі бөлмені әрең жарықтандырып тұр. Бар дүние үнсіз. Тек әлгі 3 рет қағылған дыбыс қана естіледі. Ол орнынан тұрып есікті ашпақ болды. Бірақ бір нәрсе оны тоқтатты. Мүмкін бұл беймәлімнен қорқу шығар. Әлде ішіндегі әлсіз дауыс оған. Әлі емес деп сыбырлаған болар. Күндер өтті. Бірақ есік қағу тоқтамады. Әр таң сайын, азан айтылардан сәл бұрын дәл сол 3 соққы естілетін. Жәбір көршілерінен сұрады. Бірақ олар таңырқап қарады. Ешкім ештеңе естімепті. Бара-бара ол өзінен өзі күдіктене бастады. Ал ауыл адамдары оған аяушылықпен, үрей аралас көзқараспен қарайтын болды. Шаршаған шығарсың, Жәбір, деді көрші кемпір Үмму хатым дірілдеген қолымен оның иығынан қағып. Жалғыздық жанға ауыр тиеді. Бірақ Жәбір естіген дыбыстың шын екенін білетін. Ол дыбыс күннің шығуындай анық еді. Содан кейін ол түн ұйқысын қойып, әр түн сайын есік алдында күтіп отыратын болды. Қолында әлсіз жанған май шам. Ол жұмбақтың жауабын білгісі келді. Бір түні солай отырғанда кенет көптен ұмыт болған бір естелігі ойына түсті. Бұл көп жыл бұрын болған еді. Ол кезде Жәбір жас жігіт болатын. Бір күні оның ұстаханасына үстінде ескі шапаны бар қария келді. Арқасында ауыр қап көтеріп алған. Қария одан ерекше құлып жасап беруін сұрады. Тек бір ғана кілтпен ашылатын құлып. Неге сізге мұндай ерекше құлып керек? Деп сұрады Жәбір қызығушылықпен. Қария жұмбақ жымиып. Кейбір есіктер тек лайықты адамға ғана ашылуы керек, балам, деді. Ол кезде бұл сөздер Жәбірге түсініксіз көрінген. Сондықтан аса мән бермеген еді. Бірақ қазір, арада қанша жыл өтсе де, сол сөздер қайтадан есіне оралды. Тура әлгі түн сайын қағылатын 3 соққы секілді. 20-шы күннің таңында Жәбір бұл құпияны шешуге бел буды. Ол түні бойы көз ілмей отырды. Әлгі 3 соққы естілген сәтте орнынан атып тұрды да, есік тұтқасын ұстады. Жүрегі кеудесіне сыймай дүрсілдеп тұр. Қолдары сәл дірілдейді. Терең дем алып, есікті кілт ашты. Бірақ сыртта ешкім жоқ еді. Тар көше қап-қараңғы әрі бос болатын. Тек жеңіл жел ғана жер мен жабайы тас шөптің иісін алып келіп тұрды. Жәбір жан-жағына қарады. Бірақ тірі жанның ізі байқалмады. Ол көңілі түсіп, аң-таң күйде есікті баяу жапты. Артына бұрылып кетпек болғанда көзі табалдырықтағы бір затқа түсті. Бұл ескі ағаштан жасалған шағын сандық еді. Бетіне бұрын-соңды көрмеген түсініксіз белгілер ойылып салынған. Ол сандықты абайлап көтеріп алды. Күткеннен жеңіл екен. Құлыбы жоқ, бірақ қақпағы өте берік жабылған. Үйге кіріп үлкенірек шам жақты да, сандықты мұқият қарай бастады. Оны ашу біраз уақыт алды. Бірақ ақыр ашқанда ішінен ұқыптап бүктелген хат пен кішкентай жез кілт шықты. Жәбір хатты жайлап ашты. Жазулар өше бастағандықтан оқу қиын еді. Адал ұста Жәбір. Егер бұл хатты оқып отырсаң, демек уақыты келгені. Сен маған жылдар бұрын жасаған құлып үлкен аманат сақталған сандық үшін керек болған еді. Бірақ өмірімнің оған қайта оралуыма жетпейтінін білмедім. Сандық ауыл шетіндегі үлкен жиде ағашының түбіне 2 құлаш тереңдікке көмілген. Кілт сенің қолыңда. Аманат сені күтіп жатыр. Онымен естейтінің өз ар-ұятыңа байланысты. Бірақ мен сені бекер таңдамадым. Себебі сенің бойыңнан адалдық көрдім. Марқұм Әзиз.
Жәбір хатты 2 рет қайта оқып шықты. 3-4. Жиде ағашы бүкіл ауылға белгілі болатын. Ол ауыл шетінде ондаған жыл бойы асқақтап тұрған. Бірақ неге дәл қазір? Неге дәл ол? Таң сайын оның есігін кім қағып жүр? Жәбір түні бойы ұйықтай алмады. Таң атқан соң ол балтамен күрек алды, кілтті қалтасына салып, жиде ағашына қарай жол тартты. Жол ұзақ еді. Күн біртіндеп көтеріліп, әлсіз тұман арасынан алтын сәулелер шашып тұрды. 1 сағат жүргеннен кейін ол ағашқа жетті. Ол бұрынғыдай алып еді. Тамыры жерді құшақтаған алыптың қолындай кең жайылып жатыр. Жәбір ішкі түйсігімен ағаштың солтүстік жағын қаза бастады. Жер қатты, әр соққыға қарсыласқандай болды. Бірақ ол оңай берілетін адам емес еді. Үнсіз жұмыс істеді. Маңдайынан тер сорғалап тұрды. Кенет күрек бір қатты нәрсеге тиді. Ол қолымен топырақты аршып еді, жер астынан үлкен темір сандық көрінді. Тот басқанымен әлі де мықты. Оның үстіндегі құлып, өзі жылдар бұрын жасаған құлып, әлі де сол күйінде тұр еді. Уақытқа бағынбағандай. Жәбір қалтасынан кілтті алып дірілдеп құлыпқа салды. Алғашында кілт қиын бұрылды. Музыка. Сосын біртіндеп жеңіл айналды. Құлып ашылды. Ол қақпақты баяу көтерді. Көрген нәрсесінен жүрегі тоқтап қала жаздады. Ішінде алтын да, асыл тастар да жоқ еді. Сандықтың ішінде ескі қағаздар, хаттар, дәптерлер ғана жатыр. Барлығы ұқыппен жазылған. Жәбір бір қағазды алып оқи бастады. Бұл өсиеттер, жер құжаттары, жетімдердің қағаздары, қарыз жазбалары, ауылдағы кедей адамдардың есімдері еді. Сандықтың түбінде кішкентай мата қалта болды. Оны ашқанда аз ғана алтын ақша шықты. Бірақ ол ойлағандай үлкен байлық емес еді. Сонда Жәбір ақырын түсінді. Қария Әзиз жеке байлығын жасырмаған екен. Ол адамдардың аманатын, құқықтарын, құжаттарын сақтап келген. Мүмкін ол ауылдың сенімді адамы болған шығар. Өмірден кетер алдында бәрін қауіпсіз жерге қалдырғысы келген. Енді бәрі Жәбірдің қолында еді. Ол ағаштың түбінде отырып, құжаттарға қарап ұзақ ойға батты. Ол ақшаны алып кетіп жоғалып кете алатын еді. Қағаздарды сол күйі қалдыра салуға да болар еді. Бірақ ішкі бір дауыс, бұрын есік аштырмаған сол дауыс, оған басқа нәрсені сыбырлады. Жәбір келесі күндерде құжаттарды біртіндеп зерттей бастады. Ол көп нәрсені білді. Кедей отбасылардың алынбай жүрген мұралары, ұмыт қалған жер құқықтары, бұрын өтелген, бірақ тіркелмеген қарыздар. Әзиз бәрін тіркеп, сақтап келген екен. Тек дұрыс уақытты күткен. Жәбір ұзақ сапарға шықты. Ол бір-бірлеп отбасыларды аралады. Құжаттарын қайтарды, құқықтарын түсіндірді. Қағазда бар ақшаны жетімдер мен жесірлерге үлестірді. Кейбір адамдар жылап жіберді, кейбірі сенбей ұзақ қарап тұрды. Бірақ Жәбір тоқтаған жоқ. Айлар бойы солай еңбек етті. Ақыры бәрі өз иелеріне қайтты. Бір көктем күні ол үйіне қайтып келе жатып, жүрегінде бұрын соңды сезбеген жеңілдік сезінді. Ол тек бір нәрсені ғана сақтап қалды, сандықтың түбінде қалған соңғы хат. Ол хат тек өзіне арналған еді. Егер сен саған тапсырылғанды толық орындасаң, біліп қой, сен жай ғана құлып жасайтын ұста емессің. Сен адамдарға үміт есігін ашатын жансың. Оның естіген дыбысы тірі адамның қағуы емес еді. Ол тыныштық таппаған аманаттың рухы еді. Енді сен өз міндетіңді орындадың, енді есік қағулар тоқтайды. Жаның тыныштық табады. Алла саған разы болсын. Сол түні Жәбір ұзақ уақыттан бері алғаш рет терең ұйқыға кетті. Апталар бойы естілген әлгі есік қағуы енді мүлде жоқ еді. Таң тыныш келді. Есік үнсіз қалды. Жылдар өтті. Жәбір ауылда сүйікті адамға айналды. Тек шебер ұста болған үшін емес. Бірақ аманатқа қиянат жасамаған, сенімді сақтаған адам ретінде. Адамдар оған сенетін болды. Олар өз сырларын, мәселелерін, құжаттарын оған тапсыратын. Себебі олар білді, Жәбір ешқашан сатпайды. Әр таң сайын ол азанмен бірге оянатын. Бірақ енді ешкім есігін қақпайтын еді. Себебі ол бір нәрсені түсінді. Аманат ешқашан ұйықтамайды. Ал ояу ар-ождан таңнан бұрын оянады. Себебі түнде жасырын қағылған есіктер әрдайым жамандық әкелмейді. Кейде олар сынақ болады.